Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында ыстық нанның рецептімен бөлісетін боламын. Жұп-жұмсақ, оңай дайындалады. Сіздер менімен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін менің видеомның астында подписаться батырмасын басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Құрамы видеоның астында описанияда жазылып тұр. Бізге ұн, тұз, қант, сұйық май және жылы су, ашытқы, яғни дрожжи, күнжіт пен жұмыртқаны сәндеу үшін, яғни бұл да қажет емес. Илегенге ұнымызды илегіштен өткізіп аламыз. Оның үстіне ашытқы, яғни дрожжи қосамыз. 2 чай қасық мөлшермен, үстіне 2 чай қасықпен қант саламыз. Тұзды чай қасықтың ұшымен салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майды чай қасықпен мен 5 қасық салдым. Сіздер үлкен ас қасықпен 1 ас қасық салсаңыздар болады. Келесі жылы суымызды аз-аздан құйып, лопатка көмегімен немесе қасықтың көмегімен араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Одан кейін қолдың көмегімен илеп, арасында ұн себе отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Өйткені қолымызға жабысуы мүмкін. Қамырымыз жұмсақ болып иленді. Енді үстіне сұйық май жағамыз. 1-1,5 сағаттай нанымыз биік болып көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Нанымыз 1,5 сағаттай тұрды. Ұн сеуіп қамырымызды тегенеден алып, үстелдің үстіне қойып, бір иілеп пышақтың көмегімен 2-ге бөліп алдым. Пештің табасына домалақтап саламыз да бетін жауып қоямыз жылы жерге 10-15 минутқа сәл көтерілгенше. Он 15 минутымыз өтті, қолмен жайып шығамыз да үстіне қолымыздың көмегімен видеодағыдай басып шығамыз, тек ортасын ғана. Нанның бетіне өз қалауынша жұмыртқа жақсаңыздар болады, күнжіт сепсеңіздер де болады. Немесе екеуін де қоспасаңыздар да болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Үйде жиі жасап тұрамын. Қып-қызыл болып, мінеки видеода көріп тұрғаныңыздай арасы піскен. Менімен бірге жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған мен Айдана. Назарларыңызға рахмет.